Позови это хакера. Кімді, айтекшікті ма? Ну да. Рома, бергеш? Рома, сюда. Вот это Нышана заблокируй. Бұны олай жасай алмаймыз, Фархат Афанасов. Почему же? Себебі өткендегі видеосын таратты едіңіз ғой. Вот сол видеоның кесірінен мына видео нереальный скоростьпен тарап жатыр бар ғой. Почему? Потому что біз осы ауылға сондай жағдай жасап бердік. Резонанс тудырдық. Ал енді халық болса соңына дейін қарап не болады екен деп қызықтап жатыр бұл. Вот блин, а. Ну надо что-то делать. Надо делать что-то. Вот, как говорится, кололым тапса? Қалауын тапса қар жанар. Ну да. Ну делайте что-нибудь. Решайте. Ну что стоим? А, да. Ах, Нышан, а. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді күш алып менде, отыра бермей түс алып төрде, 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Біздің ауданды көркелететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Біздің ауданды көркемететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Мади? Ужас! Мади! Ужас, Мади! Тұр бол, Мади! Тұр! Тұр деймін, бол тез. Не мынау, не позор мынау? Ужас, Мади! Қалай сен андай жерде жүрсің вообще? Түсіндірші маған? Не мынау? Не? Тоқта. Не тоқта? Не тоқта? Айтшы, не мынау? Не? Афанасьев... Не? Нышан-пышанның партиясы. Сен ол жақта не істеп жүрсің? Соны түсіндірші маған, Мади! Фархат Афанасов мені сол партияға арнайы кіргізді. Я? Мен агент под прикрытием. Түсінесің ба? Агент қылып жіберді. Қалай сонда? Ашуланбашы бірінші. Кел. Міне, мен сол партияға кіру керекпін да. Соның ішінде сол партияны жоқ қылып жіберу керек. Олар біздің қарсылас. А, да? Я. Афанасьевич сондай мықты политик болып тұр ғой, я? Голова ғой. Қара саған қалай сеніп тұр, ты его не подведи тогда? Хорошо. Маса. Все. Нервничать, Мен қатты уайымдап кеттім ғой. Шан, өтпеш, ұйықтайық, я. Мади? Сен қолыңа не болған? Қайсы? Так күрек тиген ғой. Мади, күректің үшкір жағы тиіп кетсе, сен жүрегіңе тиетін еді ғой. Мәссаған, бұл не деген жұмыс, мен звондаймын. Кімге? Қалай кімге? Афанасьевичқа болмайды олай. Жоқ, оған звондама. Қалай звондамайым? Салтош, тоқтатшы. Мади, сен түсінші. Сен ондай жерде емес, Афанасьевичтің жанында жүретін адамсың. Сен неге отбасыңды, болашақты, балаңды ойламайсың? Болмайды олай. Салтош. Не, қайдан мен айтам қазір, бірақ ашуланбай, я. Салтош. Не? Мен жұмыс істемеймін ол кісімен уже. Қалай жұмыс істемейсің? Мен... Сен сонда не, осы күнге дейін маған өтірік айтып келдің ба? Жоқ, сен... Сен нышан-пышанмен жұмыс жасайсың ба сонда? Иә. Мади, не деген ужас болып кеткенсің сен? Неге маған өтірік айтып келдің осы күнге дейін? Сонда не сен? Саған, қалай ашуланбай? Айтшы, қалай ашуланбаймын? Сен не өзің білген істейтін болып кеткенсің ба, Мади? Вообще, балаңды да ойламайды екенсің. Жоламашы маған. Нет, вообще мен сені тыңдамаймын. Түсінің ба, кетші бар. Не?
8 километр деді ма? Нышан сказал, нышан сделает. Давай, нышан. Нышан сказал, нышан сделает. Алейкум ассалам. Ебана! 8 километр жалғыз өзім қазбақшым де. Оттай берме, суға кіртірші бақ. Үйтағы өзің қазып атқан жоқсың ба? Алдыңнан шығады. Мына күрегің китайский ал. Мына күрекпен 1 метрде қаза алмайсың. Алдыңнан тастақ шыққан кезде. Күрегім мама болады ғой. Мама, оттай берме маған бар. Папа деген күрек әкетірші. Ой, жүрейін саған күрек іздеп. Одан сен, братан, осы ауылда Тоқтарбай деген есекке жегетін соқасы бар. Сол соқаны алдан марадан 2 рет өтіп жіберсең. Сен кімді ешектеп тұрсың де? Кегінің аузы. Сен айтып атқан ақылың ба, ағатай? Ақылыңды бір қоя, көтіңе тік қой. Қой. Басың істейме сенің, басың істейме, я? Мен байқамай қалдым аға. Байқамай қалдым. Сенің өз басың дұрыстап былай істейме, а? Кешіңізші аға, просто семейный проблемалар. Проблема, сенің басың қақпайды ғой дейм, а? Сенде ғана семейный жұмыстың проблемалары бар ма? Менің проблемамды айтсам, сен не шешіп бересің ба? Кешіңіз аға болды, кешіңіз. Немене кешір? Менің бар ғой, білетін болсаң, менің проблемам мына сен сияқтылар. Мен мына жерді тазалаймын. Сендер келіп не болса соны лақтырып бұлай жерді бұлғайсыңдар. Бірден апарып андатасың, аяғың сылық бала ма? Қолың ауыра ма? Кешіңіз деп тұрмын. Айқайлама, шырағым, айқайлама. Не керек әлейсің ба, я? Кешіңіз. Бірден апарып андатасың, а? Мынауың сонда немене? Бірдеме болама сенің, а? Болды, мен машинама алып кетем өзіммен бірге. Алып кетейін. Апармайсың ғой, білем ғой мен. Мен кетейінші қайтым, оның астында тағы лақтырасың. Бірден апарып тастасаң не? Бір жерің бірдеме болама, а? Апарып таста. Таста бар мусорға. Тастайым, міне. Таста. Тоқта. Мына ұста. Неге? Немене? Апарсаң не? Қолың сынып қалма. Аяғың ауырма. Ал, апар. Апарам. Осы бар ғой. Осыларақ мен шаршаттай өзі бар ғой. Алло. Үйге келші, сөйлесетін әңгіме бар. Кешірдің ба уже? Дәл қазір келмесең кешірмеймін. Да? Все окей. Жанын не ала барайын? Ештеңе де керек емес, үйге кел. Аха. Бегу? Жан, кешірші. Рахмет. Сен де мені кешірші, артық кетіп қалған сияқтымын. Мен вообще ренжімедім. Точно? Точно. Точно. Ты у меня самый лучший. Рахмет. Жан, осы сен біздің баламыздың болашағын ойлайсың ба? Конечно. Да? Егер сен біздің баламыз өссін десең, өзіңді, өскеніңді қаласан, онда сен менің айтқанымды істеші. Конечно. Точно? Точно. Ондай болса, бүгіннен бастап, сен Фархат Афанасьичтің командасына қайтадан кіресің. Ол мені қайтадан жұмысқа қабылдамайды. Уайымдама, мен ол кісімен сөйлесіп қойдым. Қашан? Қалайша? Бағана сөйлестің. Сен үшін кешірім сұрап қойдым. Ол дәл қазір сен офисында күтіп отыр. Қалай болады екен ол, Жан? Жан, сен айттың ғой, мен айтқанымды жасаймын деп. Уже жасап атқан жоқсың.
сізді бір алаяқ черт деп ойласақ, оказывается, нормальный жігіт екенсіз ғой. Нышан сказал, нышан сделает. Аза жоқ, база жоқ. Жерді сонда өзіңіз қазуға келдіңіз ба аға? Әкем нышан. Осылай жұмыс істеген. Қолынан келгенше көмектескен. Уәли атам. Ол да айтқанын істеген. Али бабам. Вообще легенда болған. Жағдай болмаса бүкіл халыққа көмектескен. База жоқ, база жоқ. Аталарыңыз мықты екен сіздің. Осылай тұра бересіңдер менді. Видеоға түсіріп, не үшін келдіңдер? Көмектесу керек сізге. Қарсаңдаршы. Давай, соңына дейін бітірейік мына жұмысты. Мынау күрегің жарамайды. Мынау китайский күрек қой. Мынау тастақ жерге барады да, мама болады ғой. Мен де айтқам, тыңдамайды. Менің күрегімде не жұмыстарың бар сіздер? Не жұмыстарың бар? Ота бермей сол кеш бар. Қойшы, шаршап тұр. Вообще аузын жапса көтің сөйлейді, көтің жапса аузын сөйлейді екенсің. Кеттірдім 15 сағат. О, Мади Кош! Как дела? Жена звонила. Прощения сразу. Так, сюда все. Все знаете? Я. Он с нами работал, но по какой-то дурацкой причине я уволил. Вот опять пришел. Как говорится, Кайткан малда кайыршы бар. Правильно? Да. Опять с нами будет работать, но с одним условием. Твоя жена прощения сурады, а вот сен сурамат. Сейчас перед всеми сейчас. Будешь на колени. Кешірім сурайсың. Понял? Сура. Сура! Подумай о жене, она же беременна. Если сурамасан, она может раньше срока родить. Че? Фархат Афанасұлы, сіз мына видеоны срочно көруіңіз керек. Что за видео? Менің күрегімде не жұмыстарың бар сіздер? Не жұмыстарың бар? Нышан. Нышан. Ота бермей сол кеш бар. Қойшы, шаршап. Вообще аузын жапса көтің сөйлейді, көтің жапса аузын сөйлейді екенсің. Вот Мади, а? Кеттірдім 15 сағат. С кем ты работаешь? А? Он же неудачник. Удачливый человек термен істеу керек жұмыс. Правильно? Правильно. Ну, я тебя прощаю. Могу дать должность. Знаешь, кем ты будешь? Ты помощником моего помощника, его помощника. Көмектесінің көмекшісі боласың. Слушай, козел, чем сенің күшігің болғанша, Нышан ағамның күрегінің көмекшісі болғаным артық. Понял? Фу. Вот и чё. Вы все видели? А? Да. Все видели? Ты снял? Нет. Вот ты снял! Чё не снял? Сенің әкеңе не болды екен, а? Түннің жарында атып тұрып, майкамен көшеге шығып кетіп еді, әлі келген жоқ. Ой, білмеймін, мам. Қарамам, бабым тауып алдым. Ойбай. Мынау Нышан ғой. Мынау не істеп жүрген тағы? Батя, базар жоқ. Партия ашпай еще питаққа жұмысқа кіріп алған ба? Даусын шығаршы. Не жұмыстарың бар? Ота бермей сол кеш бар. Қойшы, шаршап. Вообще аузын жапса көтің сөйлейді. Қандай болған әкең? Мен осы әкеңнің осындай ер жүрек қайсар, айтқаннан таймайтын мінезіне ғашық болғам. Баяғыда білесің ба? Екеуміз свиданияға шығамыз деп, мен апам жібермей қойып, ол 3 күн жаңбырдың астында күткен ғой мені. Дұрыстап көрсетші. Топырақ шашып жіберген. Ойбай, мен қолына не ұстап алған? Мынау китайский күрек қой. Ана тасақты жерге жеткен кезде майысып мама болады ғой. Сен бетей, сен қорадағы нормальный күректі ал да, әкеңнің тез барып көмекте соқтың ба? Бар, бол. Шайыңды кейін кешесің, бар, әкел, жүгір, бар. Күрегі майысып бір жақта, өзі бір жақта жатпақшы ғой.
сенің басқа жұмысың жоқ па? Баршы айналайын, мешетпе кетші. Бар ғой? Қой бағам. Қойларым бар екен. Ей, нұшыға қадан қара. Тағы бір адам келеді. Екі қолында екі күрегі бар ма немене? Ne yapıyorsun? Мама сіздерге көмектессін деп жүрді. Видеоларыңыз инстаграмда жүр ғой. Қояш! Бәрі көріп жатыр ма сонда? Мамаңа мигре бастапты онда, Мына екі күректі не үшін әкелдіңдер? Мама видеоны көріп, ойбай, әкең немене китайский күрек алып алған, тастаққа жекенде мама болады ғой деді да. Осы күрек беріп жүрді. Мына күрегінде не жұмыстарың бар? Одан да маманың миы болса 2 литр мұздай су бермей ма? Шөлді бөлетін болды. Айтпаш, нұшыге. Тура қатала бөлетін болды ғой. Баршы әкеңнің ауыз басын жарам кәдімесен. Нышан аға, кешіріңізші мені. Мен сізбен тақынса барам. Командамыз ғой. Мади, еркексің. Мені сатпайтынын білген бісен. Кеттік, қазамыз. Қазайық. Әлі, біраз бар сияқты ғой. Жоқ, бар жоғы 7 километр қалды. Так. Бұл сіздің ана күрегіңіз китайский ғой. Қазір тастақ жегіп алғанда уже мама болып ғой. Мені күрегіңде не жұмысың бар сен? Отта бермей қаш мұнан. Бәрің ақылдасып ағасыңдар ма не? Алло? Алло, Мади мырза, қайырлы күн. Тыңдап тұрмын. Мен есім Айгерім болады, сізге телеарнадан хабарласып тұр едім. Сәлеметсіз. Бізде 6 күні біздің арнадағы шешім қоғамдық саяси ток-шоуында сайлау алдындағы партия жетекшілерінің соңғы дебаты болатын еді. Соны сізге тағы бір мәрте ескертіп қояйын деп едім. Жақсы, аға, боламыз. Жақсы, онда сізді күтеміз сол жерде. Сау болыңыз. Кеңіз. Бүгін жұмыс жүрді, Айтса да бізде 2 күннен кейін дебат. Ұмытқан жоқсыз ғой, Никакой дебат. Ишаға бармаймыз. Қалай бармаймыз, Ишаға? Бірінші мәселе мұнан бітіруіміз керек. Мұнан бітірмей Ишаға бармаймыз. Жоқ, біз қатыспасақ болмайды бұған. Не үшін? Өйткені, егер біз оған қатыспайтын болсақ, жұрт бізді сайлаудан шығып кетті екен дейді да. Дауыс бермей қоюы мүмкін. Бұл соңғы шанс қой. Мади? Не істеп жүрсің сен? Алло. Мади, қайдасың сен? Салтош, мен жұмыста. Бір рет болса да маған өтірік айтпаш, қайдасың? Мен жер қазып жүрмін ауылда. Рахмет шындығында айтқаныңа. Салтош, сен тыңдашы,
сен басты уайымдама, бәрі жақсы болады. Былай. Пока сен ана клоунның жанында жүргенде ештеңе де жақсы болмайды, Мади, понимаешь? Все понятно с тобой, сен өз таңдауыңды жасадың. Пока. Тоқта, Салтош, тоқта қазір. Салтош. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумсалам. Ассалаумағалейкум. Сіз Ұлы Дала партиясының мүшесі емессіз ба? Иә. Ұлы Дала партиясының атын кім қойып берді? Төреғали қойып берді ма? Жоқ, Испанов. Айттым ғой мен саған Төреғали қойған жоқ деп. Әке бола себетімді. Йо-майо. Өз ойларың жоқ па не? Кім не десе соны айтқан істей бересіңдер ма не? Не болды? Не болды? Сен үшін велосипедімнен айырылып қалдым. Испановтың бір пайдасы тиді ма, әлде тойларында ән айтып басқарып берді ма? Так. Бар осы. О, рахмет. Алло, Нұреке. кім бұл? Мен ғой Мәди. Қай Мади? Ұлы Дала партиясы. Мади, Ұлы Дала партиясы. Мади, сол кезде бекер келіспеген екенмін мен. Қазір сендерді телеарнадан көремін да жүрегім ауырып кетеді ғой. Бірақ білесің ғой, менің жұмысым көп қой. Не жұмыспен? Тыныштық па? Нұреке, сізге бір өтініш болып тұр. Ай, болды, көмектесем ғой. Болды, көмектесем. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді күш алып менде, отыра бермей түс алып төрде, 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Көлтау сәрәкім көлді ішіп кетті, сарықтын ішіп оң күшіп кетті, орнына қаңбақ шал келіп еді, ұзақ отырмай жел күшіп кетті, маңдайым тауға тасқа да тиді, айтайын дебем астына тиді, анталап келген толағай әкім арқалап кетті 5 қабат үйді. Байлық пен билік шалған деседі, одан да жаман қалған көшеде, әкімшіліктен зейнетке шықты, мыстан кемпірде алдар көседі, сеніп келеміз ертегісіне, көніп келеміз жер тебісіне, уәдеде тұрмау, кедейден ұрлау, сай келмейді ғой еркегісіне. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін.